Сәлем, қайырлы күн. Менің есім Бұлбұл. Таргетте 3 жылдық тәжірибесі бар таргетологпын. Қазір саған таргетолог болудың плюс және минус жақтарын түсіндіретін боламын. Таргетолог болудың плюс жағы бұл ешқайда бармай-ақ онлайн түрде компьютермен Қазақстанның барлық қалаларымен, тіпті шет елменен жұмыс жасауға мүмкіндік бар. Екінші плюсы тек қана бір проект алмай, өзіңе байланысты 2 проект аласың ба, 10 проектпен жүресің бе, 5 проектпен жүресің бе, жалпы өз еркіңде. Үшінші, график еркін, өзің білесің, қайда барасың, қайда отырасың, қай жақта жұмыс жасайсың, бұл 3 плюсы. Минусы бұл жерде ақшамен жұмыс жасайтын болғандықтан жауапкершілік өте үлкен болады. Клиенттің ақшасын слив жасамау керек. Екіншісі, бұл жерде кейбір клиенттермен коннект орнату қиын болады. Таргетті түсініп кеткенше біраз бір-бірімізге деген түсіну жағы уақыт алатын болады. Үшіншіден, командамен жұмыс жасайтын болғандықтан бұл жерде